намазының 4 рәкат парызы. Аср намазы 4 рәкат парыз және 4 рәкат бекітілмеген сүннеттен тұрады. Ескерту: әйелдер 5 уақыт намаздың барлығын жасырын оқиды. Уақыт кірісімен дәрет алынып дайындық жасалады. Жүзді құблаға қаратып, аср намазының 4 рәкат парызын оқуға ниет етіледі. Ниет: аср намазының 4 рәкат парызын оқуға ниет еттім. Жүрекпен айту парыз, тілмен айту мұстахаб. Екі алақанын құбылаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху акбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады және қиямға тұрады. Қиям: оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Субханакаллахумма ва бихамдик, ва табарака смук, ва та'аля джаддук, ва ла илаха гайрук. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе ең азы 3 аят. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسة في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر деп рүкүхке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қояды. Арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Самиаллаху лиман хамидах деп рүкүхтан тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана валакал хамд. Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана раббиял ала, Субхана раббиял ала, Субхана раббиял ала 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Бұдан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббиял ала, Субхана раббиял ала, Субхана раббиял ала деп 3 мәрте тәсбих айтады. Аллаху акбар Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Аллаху акбар деп рүкүхке барады.
Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қояды. Арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүғ кезінде سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده деп рүкүғтан тұрады. Тұрғаннан кейін ربنا ولك الحمد الله أكبر деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Бұдан соң الله أكبر деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى деп 3 мәрте тәсбих айтады. Екінші сәждеден кейін الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда кезегімен төмендегілерді оқиды. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Асыр намазының 3 және 4 рәкатында қосымша сүрелер оқылмайды. Алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر деп рүкүғке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қояды. Арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүғ кезінде سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده деп рүкүғтан тұрады. Тұрғаннан кейін ربنا ولك الحمد الله أكبر деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Бұдан соң الله أكبر деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى деп 3 мәрте тәсбих айтады. الله أكبر Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. Рүкүх кезінде سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده деп рүкүхтан тұрады. Тұрғаннан кейін ربنا ولك الحمد деп сәждеге барады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Бұдан соң الله أكبر деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда кезегімен төмендегілерді оқиды. Әт-тахият. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Дұғаларын оқып болған соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп алдымен оң жақ иығына, сонан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. Намаздан кейін дұға жасау. Екі иығына сәлем бергеннен кейін екі алақанын жайып, төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك.